Армысыздар, дәл осы сәтте Қытай вирусымен күресіп жатқан барша әлем халқы және қазақ халқы. Мен Сайрагүл Сауытбай баршаларыңызға ыстық ықыласпен жалынды сәлем жолдаймын. Дәл қазір барлығымыз бірлікте күресіп жатқан осы қатерлі вирус ең алғаш 2019 жылы 12 айдың 18 күні Қытайдың Хубей өлкесі Ухан қаласында таралған. Дәл сол кезде Хубей өлкесінің өлке бастығы бұл төтенше жағдайды Ши Цзиньпинге және Пекинде осыдан бірнеше жыл бұрын Қытайда сарыс ауруы таралған кезде құрылған ерекше қызмет группасына мәлімдеген. Өкінішке орай, Ши Цзиньпинде осы ерекше қызмет группасы да ешқандай алдын алу шараларын қолданбаған, қаланы да құрсауламаған. Олар керісінше осы қатерлі вирус жайында ақпар таратқан журналистер, дәрігерлер мен жекелерді қудалап, ұстап, ақпараттың таралып кетуін қатаң шектеген. Сөйтіп 20 неше күн уақыт өтіп кетіп, бұл індет ушыға түскен. Қатерлі індеттің ошағы болған Ухан қаласынан 5 миллионнан артық адам Қытайдың әрбір өлкесіне, әр жеріне қашып кеткен. 100 мыңдаған қолында паспорты бар адамдар әлемнің әрбір мемлекетіне қашып барған. Испания, Италия мемлекеттеріне қашып барған адамдардың саны да өте көп. Ал 5 мыңнан артық адам Шығыс Түркістанның әр жеріне қашып үлгерген. Сөйтіп жауыз Қытай компартиясы бұл қатерлі індетті тек өз ішінде ғана емес, бүкіл әлем халқын бірлікте ала кетем деген арам мақсатпен қасақана бұл індеттің бүкіл әлемге таралып кетуіне уақыт жаратып берді. Сөйтіп бүгінгідей жер шарындық үлкен апат жағдайы жарыққа шығып, бүкіл әлем халқы бұл қатерлі індеттен зардап шегуде. Қытай компартиясы бұл вирустың адамнан адамға жұғатын қатерін біле тұра әлемге дабыл қаққан жоқ. Бұл қатерлі вирус Қытайдан тараған, сондықтан бұның атауы Қытай вирусы деп аталуы 100% дұрыс. Фашист Қытай компартиясы өзім құрысам, басқаларды да өзіммен бірге ала кетейін деген асқан жауыздықпен ақпаратты құрсаулап, жалған ақпарат таратумен айналысуда. Шекараның барлығын ашық қойып, шекарасын бекіткен мемлекеттерге түрлі жақтан қысым көрсету арқылы вирустың кеңінен таралуына жол ашып берді. Халықаралық мамандардың дер кезінде Қытайға барып зерттеу жүргізуіне жол берген жоқ. Вирус бүкіл әлемге тараған кезде өз қылмысын жасырып қалу үшін өз халқына және шетелдегі ақша алып Қытай компартиясы үшін жұмыс жасайтын жекелер мен ақпарат көздерінен пайдаланып, түрлі жалған ақпараттар тарату арқылы бұл вирусты Америка әскерлері таратты деген жалған ақпарат таратып, өз халқын және бүкіл әлем халқын Америкаға қарсы қоюға әрекет жасауда. Өз еліндегі осы вирустың кесірінен құрбан болған миллиондаған халықтың жұғымдалу жағдайын ең төменгі деңгейге, ал олардың өлім-жітім салыстырмасын нөлдік деңгейге түсіру арқылы жалған ақпарат таратуда. Америка және Жапония секілді елдердің жұғымдалу өлім жағдайын масқаралап, лозинка асып, көпе-көрнеу табалауда. Өз қолымен жасап, өзі таратқан бұл қатерлі індеттің алдын алу үшін дайындап қойған вакцина мен дәрілерден пайдаланып, әлем халқына көмектескен болып, олардың алғысына бөленіп, өз экономикасының қайта жандануы сияқты арам жоспарын іске асыруға әрекеттенуде. Шығыс Түркістандағы миллиондаған бейгүнә халықты нацистік концлагерге, түрмелерге тоғытып, қалғанын ішкі Қытай өлкелеріндегі құлдық зауыттарға, құлдық еңбекке салып, ал бір бөлімін адам ағзасы саудасының келу қайнар етуде. Тибет, Мәнжу және қазақ, қырғыз, ұйғыр қатарлы түркі тілдес халықтарды аяусыз жаныштауда. 70 жылдың алдыңғысын есепке алмағанда, Қытай компартиясы үстемдік еткен 70 жылдан бері қарай олар асқан жендеттікпен айналысып, миллиондаған бейгүнә халықты аяусыз қырғындаған фашист Қытай компартиясы бүгінгі күнде бүкіл әлем халқына үлкен апат әкелді. Біз бірлікте күресіп, бұл Қытай вирусынан құтылармыз. Бұл қатерлі індетті де жеңерміз.
Бірақ дүние әлемге қатер төндіріп тұрған компартиясында вирустан қалай құтыламыз? Қытай компартиясы әлемдік бейбітшіліктің, демократияның, адамзаттың қас жауы. Ең үлкен вирус ол Қытай компартиясы. Сондықтан әлем халқы көзімізді ашып, компартияға бірлікте қарсы тұрайық. Бұл вирусты жер шарынан мәңгіге аластайық. Бостандық, бейбітшілік үшін бірігейік. Адамзаттың қас жауы болған Қытай компартиясын жазалайық. Мен әлем халқының бірлікте күресіп, Қытай вирусын жеңетіндіктеріңізге сенемін. Одан кейін компартиясында қатерлі вирустан құтылуға бірлікте күрес жасайық. Барша әлем халқы барлығымыз біргеміз. Рахмет барлықтарыңызға. Аман болыңыздар.